Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз балық аулайды. Сабақтың мақсаты тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және сюжеттің желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру. Өз бетінше жіктік жалғаулы сөздерді ауызша тілде қолдану. Бүгінгі тақырып бойынша жаңа сөздермен таныс болайық. Балық, рыба, өзен, река, аулау, ловить, қармақ, удочка. Ал енді балалар, мәтінді тыңдап, жаңа сөздерді естеріңе сақтаңдар. Әлібек пен атасы өзенге барды. Олар балық аулайды. Қармаққа балық түседі. Балық: «Ата, мені алып кетіңізші», деді. «Неге?» деп сұрады. Балық: «Бұл өзеннің суы лас. Мен лас суды ішпеймін», деп жауап берді. Әлібек пен атасы өзенді тазалайды. Балық оларға «Рахмет» дейді. Суретке қарап, сұрақтарға дұрыс жауап береміз, балалар. Бірінші сұрақ: Әлібек пен атасы қайда барды? Үйге, өзенге, тауға. Дұрыс жауапты таңдаймыз, балалар. Екінші сұрақ: Әлібек пен атасы не аулады? Шаян, құс, балық. Дұрыс жауапты белгілейміз. Ал енді, балалар, мына тапсырмаға назар аударыңдар. Жіктік жалғауын дұрыс жалға деп аталады. Берілген сөйлемдердегі көп нүктенің орнына тиісті жіктік жалғауын жалғап айтамыз. Тапсырманың дескрипторы берілген сөйлемдерге жіктік жалғауларын дұрыс жалғап, қатесіз оқиды. Ал енді, балалар, тексерейік. Мен балық аулаймын. Сен балық аулайсың. Сіз балық аулайсыз. Ол балық аулайды. Керемет, жақсы, балалар. Келесі тапсырмамыз, балалар. Суреттерді сөзбен жазып, сөйлемдерді толықтыру. Яғни, бүгінгі өткен жаңа сөздерді еске сақтап, қолданасыңдар сөйлемде. Сабақтың осы тапсырманың дескрипторы жаңа сөздерді біледі, оларды сөйлемде дұрыс қолданады. Келесі, балалар, сұрақтарға жазбаша жауап береміз. Мәтін бойынша дәптерге сұрақтың жауабын жазамыз. Сұрақ: Әлібек пен атасы қайда барды? Олар өзеннен не аулайды? Қармаққа не түседі? Балық атаға не дейді? Балық өзеннен неге кеткісі келеді?
Әлібек пен атасы не істейді? Балық атаға не үшін рахмет айтты? Бүгінгі сабағымыз аяқталды, балалар. Жаңа сөздерді сабақта өткен естеріңе сақтап, сөйлемде қолдануды үйреніңдер. Назар қойып тыңдағандарыңа көп-көп рахмет.